Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балалар еңбегінің түрлері. Онда мынандай мәселелер қарастырылады. Бірінші, өзіне өзі қызмет көрсету еңбегі. Екінші, табиғаттағы еңбек. Үшінші, шаруашылық тұрмыстық еңбек. Төртінші, қол еңбегі. Еңбек үстінде балалар күнделікті өмірде өзіне өзі қызмет көрсетуде, шаруашылық тұрмыстық қызметінде, табиғаттағы еңбекте және қол еңбегінде алуан түрлі дағдылар менен іскерліктерге үйретіледі. Еңбек процесінде балалар айналасындағы заттардың қасиеттерін тәжірибе жүзінде біледі, өсімдіктердің өсуі менен өзгеруін бақылайды, жануарлардың тіршілік жағдайымен танысады. Өзіне өзі қызмет көрсету, өзін өзі күтуге арналған, яғни жуынуға, шешінуге, киінуге, төсегін жинауға, жұмыс орнын әзірлеуге бағытталған. Мектепке дейінгі сәбилік шақта өзіне өзі қызмет көрсету белгілі қиыншылықтарға байланысты, яғни саусақ бұлшық еттерінің жеткілікті дамымағандығы, әрекеттерді игерудің қиындығы, көңілінің оңай бөлінуі, міне осылардың барлығы дағдылардың қалыптасу процесін тежейді. Ортаңғы топта балалар өзіне өзі қызмет көрсетуде әжептәуір дербес болып қалады. Еңбектің бұл түрі олардың тұрақты міндетіне айналады. Ересектер тобында өзіне өзі қызмет көрсетудің жаңа түрі, яғни төсегін жинау, шашын, аяқ киімін күту дағдылары игеріледі. Табиғаттағы еңбек. Балалардың өсімдіктер менен жануарларды күтуге қатысуын, табиғат мүйісінде, бақшада, гүлзарда өсімдіктер өсіруін көздейді. Сәбилік топтарда балалар ересектердің көмегіменен балықтарға жем береді, бөлмеде өсетін өсімдіктерді жуады, суарады, пияз отырғызады, өз бақшаларынан өнім жинауға қатысады, құстарды қоректендіреді. Ортаңғы топта еңбек күрделенеді. Балалардың өздері өсімдіктерді өз беттерінше суарады, көкөніс өсіреді, тәрбиешінің жәрдемімен жануарларға жем әзірлейді. Ересек топ үшін табиғат мүйісінде күрделі күтім тәсілдерін керек ететін өсімдіктер менен жануарлар орналастырылады. Бақшада көкөністердің алуан түрі отырғызылады. Балалар еңбегінің көлемі ұлғаяды. Бұл жаста балалар табиғат процесіндегі жеке құбылыстар арасындағы байланысты анықтайды, заңдылықты аңғара білуді үйренеді, еңбек істеріндегі дербестігі артады. Шаруашылық тұрмыстық еңбек ұжымға қызмет көрсетуге бағытталған. Сәбилік шақта қарапайым шаруашылық тұрмыстық дағдыларды, яғни үстел жасауға көмектесу, ойыншықтарды тәртіпке келтіру және оны жуу, учаскедегі жапырақтарды жинау, қарды сыпыру, тағы басқа дағдылары қалыптасады. Ортаңғы топта шаруашылық тұрмыстық еңбек мазмұны едәуір ұлғаяды. Онда балалар үстел үстіне ыдыс-аяқтарды түгел өздері жайғастырады, оқу әрекетіне қажетті заттарды дайындайды, қуыршақтың киім-кешегін жуады, текшелердің шаңын сүртеді, учаскедегі жолдарды сыпырады. Ересектер тобында шаруашылық тұрмыстық еңбек мазмұны молайып, кезекшіліктің тұрақты міндетіне айналады. Бұл жаста балалар жақсы нәтижеге жетуге ынталылық көрсетеді, құрбы құрдастарына игі тілектестікпенен қарайды. Төртінші, қол еңбегі. Бұл еңбектің үш еңбектен айырмашылығы бұл сабақ кестесіне қойылып, оқу қызметі ретінде өтіледі. Қол еңбегі алуан түрлі материалдардан, атап айтқанда картоннан, қағаздан, ағаштан, табиғи материалдардан, яғни емен жапырақтарынан, сабаннан, жүгері собығынан,
ағаш қабығынан, қалдық материалдардан, мех, қауырсын, мата қиқымдарынан және тағы сол сияқтыларды пайдалана отырып заттар жасау бөбекжай балабақшалардың ересектер тобында жүзеге асырылады. Балалар өздеріне қажетті ойыншықтар, ойын атрибуттарын жасайды. Қол еңбегі балалардың құрастыру қабілетін, қиялын, шығармашылығын, ойлап шығуын арттырады. Жұмыс барысында олар материалдардың қасиеттеріменен, оларды өңдеу және байланыстыру тәсілдеріменен танысады. Жасалған зат әдемі, берік, сәнді болу үшін бала табандылық, шыдамдылық, ұқыптылық көрсетуге тиіс. Осы айтылғандардың барлығы балалардың эстетикалық сезімі менен адамгершілік, еріктік қасиеттерін қалыптастырады.